Ассаламуалейкум, мен есімім Самғат, бұл менің алғашқы видеом. Бұл видеода фонд мақтану еш нәрсе болмайды. Мен жай ғана өзімнің прицептен газельге дейінгі жолымды қалай бар, солай түсіріп көрсеткім келеді. Және де мен Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында өмір сүремін. Грузоперевозка, яғни жүк тасымалдаумен айналысамын. Яғни бастап жатырмын, нақтырақ айтатын болсақ. Және де мен қарапайым отбасынан шыққан, қарапайым отбасым бар өзімнің, жауапкершіліктерім бар, және де өткен шақтағы қателіктерім мен тәжірибелерім бар. Мен бір нәрсені түсіндім, сен тып-тыныш армандап жүре бересің, немесе арманыңа қарай жай-жайдан қадам басып бастайсың. Сол үшін осы қадамды бастап жатырмын. Неге именно прицеп, яғни неге прицеппен бастап жатсың? Көбісі айтады, газель алмайсың ба бірден деп. Әрине, газель ол үлкен ақша, үлкен риск, үлкен тәуекел, яғни кредитқа алатын болсаң, ол өте сонда үлкен қорқынышты тәуекел. Сондықтан біріншіден прицеп таңдаған себебім бұл салаға кіріп көрейін деп, және тәжірибе алып көрейін деп. Жай-жайдан бастап көрейін деп. Прицеп әрине предел емес, бұдан да үлкен мақсат, қойып отқан мақсатым ол газель. Сондықтан сол газельге сіздермен жету үшін осы видеоны бастап жатырмын. Бүгін 1 қаңтар 2026 жыл. Бұл жалпы жоспарланған болатын. Бұл жоспардың құрылғанына өте ұзақ болды. Ойымда жүрген болатын. Содан бүгін менің күн тамаша, күн шуақты болып тұр. Бастап көрейін деп, бисмилля деп бастап жатырмын. Бұл мақсатыма жетемін бе, жетпеймін бе, әрине бәрі Алланың қолында. Сондықтан қалай болған жағдайда да жетсем де, жетпесем де кішігірім видеолар түсіріп, тасымалдаған жүктерімді көрсетіп, түсіріп отыратын боламын. Негізгі қызметім, өзімнің негізгі айналысатын жұмысым бар. Ол жұмысым кермелі төбелер, яғни натяжной потолоктармен айналысамын. Осындай қызмет көрсетумен айналысамын. Прицепті алған себебім өте көп себептер бар. Және бұл менің алғашқы прицепім емес. Бұған дейін де менде прицептер болған. Оның барлығы бір осьті болған, яғни одноосьті, 2 дөңгелекті болған. Осы ең алғашқы, яғни 2 осьті 4 дөңгелекті прицеп алып жатырмын. Прицепті алу себебім алдағы уақытта өте үлкен жазда, яғни алдағы жазда құрылыс жұмыстары болады менің өзімнің жеке басымда, яғни және жеке шаруаларыма да былай да жүктерді тасымалдауыма, өзімнің үйдің шаруаларына тасымалдауға қажеттілік туындағаннан кейін осылай алып отырмын. Және бұл бұрыннан бері арманым, яғни жүк тасымалымен айналысу, осы жүк саласына кіру, сол жүк саласына кіріп бастаған келіп жатыр. Бисмилля деп бұйырса, енді Алла қаласа, қалай болады, не болады, барынша түсіріп отыруға тырысамын. Осы YouTube каналыма салып отыратын боламын. Сондықтан осы YouTube каналға тіркеліп, қолдау білдіріп, менімен бірге жетістікке жетуге, яғни жәрдем болып, тілеуші болып отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Ал, кеттік, бисмилля. Алғашқы рейс, алғашқы жүгімізді бастайық. Жүгімізді жеткіздік. Автокөлігім жайында айтатын болсам, Priora Universal 2013 жылғы люкс комплектацияда. Бірақ әрине ескіріп қалды. 375 мың уже пробег. Осы локациядан бастағым келді. Мінекей күн тамаша, әдемі күн. 1 январь 2026 жыл. Әдейі осы локациядан бастағым келді. Әрине жүкті үйден алып шықтым, негізі құралдарым ғой, прицептегі. Өзімнің жұмысқа керек құралдарым, соларды алып келе жатырмын объектіға. Бастайтын, жұмыс жасайтын жерімізге. Оралдың көрінісі осындай.
рейстарды таңдағым келеді. Кейде алғым келіп, осы аннан мындан іздеймін, ал индрайвердан, басқа жерден іздеп көремін. Көбінесе таба алмаймын. Білмеймін, көреміз енді. Алла нәсіп етіп жатса, мүмкін сіздердің қолдауларыңызбен ондай жүктер де табылып қалар. Бұл саланы қосымша ретінде, әзірге қосымша ретінде жасайтын боламын. Ал бұйырса, алдағы уақытта основной, яғни басты қызметіме айналатын шығар деп ойлаймын. Газельге бірге жетеміз сіздермен бірге. Оның ар жағында фураға жетеміз мүмкін. Бұйырып тұрса, Алла нәсіп қылса. Қазіргі жаңа көліктерде, заманауи көліктердегідей менде де мінекей Android бар. Өзім жасаған Android. Мінекей. Және осылай планшет сатып алдым. Мінекей планшетті жабыстырып қойдым осылай. Негізі шындап келгенде встроенный салғаннан көрі, өзіне мысалға, өзіне арналған Androidтар бар. Сол Android салғаннан көрі осылай жасаған өте ыңғайлы екен. Неге десеңіз, кез келген жерге алып кете саласыз. Және жұмыс жасауға да мен көбінесе бұл жұмыстарымды, объектларымды, чертеждарымды осында планшетта сызып, планшетқа пайдаланамын. Мінекей келіп қалдық. Бұл Зачаганск, Мөңке жолы. Қазір бұйырса объектімізге барып, жұмыс орнымызға барып, заттарды түріп тастайтын боламыз. Менің режиссерлық, актерлық талантым өте қатты емес. Сондықтан видеолар осылай шығатын болады. Осы үйге келе жатырмыз. Осы үйге бұйырса заттарымызды сүріп тастаймыз қазір. Бұйырса тәлісінде газельге жетеді. Газель next. Ал алғашқы видеомызға осындай кішігірім рейсіміз аяқталды. Енді сіздерден қолдау керек. Қолдауларыңыз үшін жай ғана подписканы басып, комментарий жазып, ары қарай келесі видеоларға мотивация беріп желеп өтсеңіздер болды. Және дұға тілеп қойсаңыздар, бұйырса сол жетістікте арманымызға жетуге дұға тілеп қойсаңыздар. Нұр үстіне нұр. Рахмет.